Құрметті достар, жалпы бұл подкаст негізі осы Ақтау телеарнасының ұйымдастыруымен және Маңғыстау осы жастар орталығының бірлесіп арнайы жасап отырған подкаст. Жалпы енді біздің әрқайсымыз медиа саласында жүргеннен кейін біз медиаға не істей аламыз, қайткен күнде медиаға жақсы контент өндіреміз және қандай контенттер өндірген жақсы қазіргі таңда сапалы трендте деген секілді. Сол бойынша кішкене әңгімелесек деген оймен сіздерді шақырып отырмыз. Әрқайсысы Алмас Астанадан күнде келе бермейді деген секілді. Қандай контент өндіреміз деген сұрақ болсын да? Иә, қандай сапалы контент өндіргенде қоғамға пайдалы болады деген секілді ғой. Контенттің негізі қоғамға міндетті түрде пайдалы болу керек қой, Жоқ, негізі контент бұл қоғамға пайдасы контент. Контент дегеннің контент өнім ғой. Ол өнім ішінде қоғамға пайдасыз да бар, пайдалысыз да бар. Қоғамға қатысы жоқ контенттер де бар, өзімен өзі контент. Жалпы енді біз медиа саласында жүргеннен кейін біз қандай контент өндіреміз, қандай контент өндірген жақсы қазіргі таңда. Қазір не өндіріліп жатыр вообще айналада? Жастар үлкендерді сыйламайды. Мен Алмас ағамыз айтсын деп сөз беріп жатсам да деп берсем де. Жоқ, бұл кісінің аты Нұрсұлтан ғой. Айтсын. Жалпы контент дегенде, қазір өзіңіз білесіз ғой да, Инстаграм, басқа желілерде енді Фейсбукта сіз көп өндіріп отырасыз да. Жалпы Кәрілер отырады. Жалпы осы үш кәрі отырады. Мен олай білмеймін, мен негізі көбісіне байқаған бойымша, все, что связано с государством, көбінесе Фейсбукта отырады. Ну и старшее поколение с одной стороны. Сізге тиімдірек та ол. Қазір оның ең төменгі поколение TikTok бар, ортасында Инстаграм бар, сөйтіп қозғалып жатыр да. Жалпы қандай контент жасау керек болғанда дейтін, қазір бір бүкіл әлемде пайда жағынан пайдаланатын бір инструмент бар да. Бұл развлекательный контентпен обучающий контентті байланыстыру. То есть с помощью каких-то приколов чему-то обучать деген сияқты. Қазір өзіңіз тарту ғой көрермендер. Байқадыңыз ба, мысалы қазір мысалға пример ретінде келтіретін болсақ, нелер бар. Әлеуметтік желілерде ағылшын тілінің мұғалімдері өзгеріп кетті да, олар контентті мысалға музыкамен рэп оқып подавать етеді или басқаша подавать етеді дегенде сияқты. Киноның үзінділерінен бір сөздерді. Я сөйтеді да, мысалға, вот это называется вот мана объединение, мысалға. Жоқ, Нұрсұлтан, контент болса, яғни контент болса сен ойыңша, яғни контент болса ол пайдалы болу керек. Если пайдасы болмаса, біз оны контент деп есептемейміз. Бүкіл зат контент болып табылады. Просто адамның енді понятие контента дейтін любой бір түсінік адамның көпшілік қабылса сол түсінік норма болып саналмай ма енді? Бүкіл әлем, бүкіл халық үшін негізі қандай да контент, ол контент. И поэтому мен бір нәрсе айттым деп осы жерде бір 4-5 жыл бұрын бізде контент деген түсініктің исі мұрнымызға да келмейтін. Қазір қуантатыны қалай болса да жақсы болсын, жаман болсын бізде YouTube'да бір контент жасауға тырысып жатқандар бар. Бір өнім бердік. Мені қуантатын қазіргі таңда қазақша контент көбейді. Сапалы, сапасыз, әрине оның керегін, керек еместігін өзімді көріп отырған адам алады, қажетіне қарай сараптап. Бірақ қазақша контент бар. Біз бұрын, 4-5 жыл бұрын орыс тілді YouTube'дағы блогерлер деп айтамыз, жаңағы солардың ғана бір бізге бергенін жұтып алып жатқан едік. Қазіргі таңда біз өзімізше контент жасап бастадық. Мен соны бір жақсы атап өткім келеді осы жерде. Мен бәріңе бір сұрақ қояйыншы. Мемлекет контент жасауға тырысу керек па? Мемлекет. Тырысу керек. Мемлекет қажеттігі жоқ Инстаграмда мемлекеттік саясатты қолдауды, болмаса Фейсбукта қолдауды, оны Ютубта, басқа жерде телевидениеде, газетке шашуды ақшаны. Мен ойлаймын, мемлекет егер не істейтін болса, жылына белгілі бір дәрежеде контентті дамытып отыруға, ютубқа салып отыру керек. Мен ойымша балапан деген мысалға жобалар бар да, неше түрлі. Бір көрмейді менің балам, құдайға қызықсыз нәрселер. Алмас сөзінің аузында. Ақша бөлінеді да, сосын сапа жағынан көп не істелмейді шығар. Мен ойымша одан да неше түрлі мультфильмдер, неге ағылшынша мультфильмдер қызық, олар соңғы ішіне кіріп кетеді? Неге орыс тіліндегі мультфильмдер қызық, соңғы ішіне кіріп кетеді да? Біз былай қарасақ, Америка деген елдің былай қарағанда тарихы жоқ, енді құрама штаттар деп өзі аты айтып отыр ғой. Бірақ сол Америка бүгінгі таңда өзінің идеологиясын бүкіл әлемге көрсетіп отыр. Қалай
мультфильмдер арқылы. Біздің қазақтар қабанбай, анау мынау деген нәрсені білмейді біздің балаларымыз. Ол супермен, жаңағы тау қопарғыш, анау мынау дейді. Оның бәрі Американың ойдан құрастырған өзінің идеологиясын, политикасын біздің ұрпаққа сіңіруге алып держава екенін көрсету мақсатында біздің санамызға сіңіріп мультиктерін шығарып отыр. Ал екінші нәрсе, дәл соған қарама қарсы саясатты Ресей Федерациясы ұстанды. Бұл жерде олар Маша Медведь алды ғой, тұра алды. Ал енді бізде осындай контент жоқ. Не көреді? Ардан айтшы, не көреді? Ол ана Дэйв Эндейва бірден қазір уже анда кішкентай қыздардың боянғандары сондай кетті. Ол қызық емес маған. Мен мысалы балама дұрыс контент бергім келсе, мен мысалы оған Қабанбайды, болмаса Бекет атаны, болмаса тағы да бір андай ұлт тұлғаларды жақсы керек шығар оқушыға, ал анда кішкентай оқушыға мен мысалға мынау қалай жұмыс жасайды деген сияқты контенттерді не істегім келетін еді да. Мысалы, мынау қалай жұмыс жасайды, сотовый қалай жұмыс жасайды, кондиционер қалай жұмыс істейді, терезе қалай ашылады деген сияқты нәрселерді қызық неше түрлі нәрселермен келдірсе, мысалы, сен жасап жүрген контентті егер мемлекет араласып оған гүлдендіретін болса, өте жақсы болушы еді. Мен осы жерде айтқым келеді, мемлекет Алмас өте жақсы сұрақ қойды ғой, мемлекет контентті қолдау қажет пе деп. Қажет болғанда просто көріп білу керек сияқты. Мысалға, Нұрсұлтан да контент әзірлеуші, осы Нұрсұлтанға мысалға мемлекет тарапынан, осы біздің мемлекет деген ойбай ту ар жақтағы алыс адамдарды емес, біздің осы облыстың ішіндегі, облыстағы кішігірім көре білетін жандар көріп білсе, соны қолдаса, Нұрсұлтанның өзі бір талы контент жасай алады. Мысалға, жастар үшін пайдалы, манағы біз айтып отқан сізбен біздің балаларымыз үшін пайдалы нәрселер жасай алады. Егер қолдаса, мемлекет ақша бөлсе. Солай емес па Нұрсұлтан, ақша бөлетін болса қолдаса. Сәлем Соушыл әдем фильмдер түсірді ғой. Ана әкім, сосын кім еді? Сәке, әкім деген Сәке ғой сол. Сосын Сержан Братан бар. Неге дәл сондай мультфильмдер істей алады ол? Айыр жүрет істегенде де кәдімгі. Бірақ Сәлем Соушылда ақша бар ғой. Жоқ, солға мемлекет қой енді сол Сәлем Соушыл дегеніміз, мемлекет. Яғни мен бұл салада кішкене жетістік бар деп ойлаймын, аз болса да келетін шығар деп ойлаймын. Енді түсінікте жатыр. Мысалы біздің Мұнайлы ауданында мұғалім бар. Мультфильм жасайтын. Мысалы сол мұғалімге қолдау қайта, ешқандай қолдау жоқ. Не аудан әкімдігі жоқ. Жоқ, мен просто мынандай сұрақты қойғым келеді. Мемлекетті қоя тұрайық, ауданның әкімдігіне қолдау жоқ даже. Қазіргі контент жасаушылар қолдау үшін айқай шығару керек. Бірінші контент ойлай ма, ақшаны ойлай ма қазір контент жасаушылар? Контент істеушілер, мысалға, мен де контент істеушімін, мысалға. Маған, мен қазір күшті контенттер істегім келеді, бірақ ақша жоқ, шынында. Бірақ контент бірінші, сен ауқымды контенттер істейсің ғой, мысалға, тарихи контенттер істейсің, сенің контенттерің мультфильмге қарағанда анағұрлым терең. Мен қозғалмаймын ақша болмаса. Ақша болмаса қозғалмайсың. Ана жігіттер қозғалып жатыр да просто да. Вот енді олар өздері қозғалды, энтузиазммен жақсы істеп жатыр да. Енді ақша беріп қолдап жүрсе осылар күшті болады. Бекзат, мысалы сен жақсы контент жасайсың, 1-2 жыл қиналып жүрерсің. Ана жақтан, мына жақтан тартып кредит деген сияқты. Кейін контент саған, егер сен аяғынан тұрғызып алсаң, ат жасап алсаң, саған өзі келді. Мысалы, ютубтағы кімнің, Нұрмаханның контенті кезінде анда да жүрді, мұнда жүрді, монтаждан жасады, бәріміз бірге жүрдік кезінде. Бірақ 35 000 подписчигі бар бүгінгі таңда. Марат Оралғазин бар отыр. Біраз танымал тұлғалар бар, өзіне ат жасады. Басын тауға да соқты, тасқа да соқты, бірақ өзіне ат жасады. Просто смотри, Әбіш көкем мынандай сөзі бар. Талантты адам деген просто сүйретіліп жүре берейін десе, уақытының обалына қалады, уақыт өтіп кетеді дейді да. Ал сол көшке еріп жүрмейін десе, ұмтылайын десе, талантының обалына қалады дейді да. Яғни талантын садақаға шалып, ақша сұрап бірдеңе істейін десе, соның обалына қалады дейді да. Ал кекірейіп өз бетінше жүре берейін десе, уақыт кетіп жатыр, уақытының обалына қалады дейді нәрсе де. Просто бұл жерде таңертең шыққан жаңалық түсте уже тарихқа айналып жатқан кезде просто Бекзаттың уақыты жоқ қой, оны күтіп жүруге 2 жыл. Неше жыл келдің? Қанша подписчик сен Инстаграм? Бізде 11 мыңдай. Қара қанша контент барып 10 мыңға жетсін. Неше жылда келдің? 1 жылда келдің ба? 2 жыл. 2 жылда келдің, 10 мыңды 2 жылда жинап жүрсің. Раскрутка жасамайсыңдар ма сонда? Жоқ, біздерде айтып жіберейін, мақсат мана айтқандай халық жинау емес.
Бізде менің басында мында Ақтауға келіп мына жобаны ашқан кезде менің мақсатым Алматыдағыдай мен қайда келдім деп отыр ғой кішкене. Алматыдағыдай Ақтауда бір ұйым тәрбиелеу, Иә. контент жасайтын, қызығушылығы болатын, өздері дами алатын, сондай мүмкіндік ала алатын жерді. Площадка, платформа дейді, былай заманауи тілмен айтқанда. Сол платформаны жасау. 2 жыл бойы біздер тек контент жасаумен айналысқан жоқпыз. Оған мен ойлаймын, 2 жыл оның нормально болды дейтін. Да? Да, это нормально, потому что мысалға айтайық, Африкаға барып, например, Геленваген алып келсең, африканецтерге ол көлік бәрібір. Өйткені олар үшін ол не да. Дәл сол сияқты біздер мысалға қазір Ақтауға качественный контент алып келгенмен де олар оны түсінбейді да, қаншалықты мықты контент екенін да, мысалға. Үйретуіміз керек қой, көрсетуіміз керек. Өйткені понимание качества халықта кішкене басқаша. Тек контенттің пайдалылығына, ішіндегі тұрған информацияға ғана мән бермей, оның оформлениесі, упаковкасы деген сияқты нәрселеріне де мән беру керек та. Поэтому Қазақстанда менің ойымша контенттің качествосын емес, былай визуальный сапасын емес, подача жағын кішкене басқаша өзгерту керек та. Нұрсұлтанның әңгімесінен мен ұнайды да маған себебі. Қазір телефонға түсірілген әңгіме себебі ол бір оқиға орнынан жүргізген репортаждар сияқты болады да. Бұл уақытта сондай шулардың көп ортасында жүретін махаббатқан бұл сөз жүрсе қайдеді мағадан бері бір сөйлем айтқан. Сол айтамын. Таңертеңнен бері. Мен өзімнің қызметіме байланысты мен телеарнаға дайындаймын ғой видеоны, бірақ ол бәрібір қазір YouTube-тың мощності жоғары болғаннан кейін YouTube-қа шығады. Тікелей эфирде YouTube-та көрсетіледі, одан кейін автоматты түрде бір эфирден кейін 2 сағаттан кейін шығады. Сол жерде енді жалпы 31-ші арна бір айқай-шу болғаннан кейін барлығы тек қана проблеманы көрсетеді да. Ол жерде мен байқағаным көп просмотр болатын айқай-шу. Мен жақында Жаңаөзенге барып келіп репортаж жасап келдім, соның просмотры өте көп болды. Енді мен көп қарап отырмаймын, бірақ 24 сағатқа жетпей, оның просмотры 34 мыңнан асып кетті. 24 сағаттан кейін қанша болған мен қараған жоқпын. Значит, бізге Ол қай әлеуметтік желіде? YouTube-та ғой, иә? YouTube-тағы, Instagram-ға, бізде 31-ші арнада инженерлер Instagram-ға ең өзекті главный деген сюжеттер салып отырады. Біз ол кісілерге айтпаймыз, мынаны Instagram-ға салма деген сияқты. Халықтың байқағаным осы уақытқа дейін әртүрлі тақырыпта түсіріп келе жатырмыз. Мысалы, вакцинаны түсірдім, ең көп алып жатқан Мұнайлы ауданы деген түсірдім, бірақ просмотр өкінішке қарай азғантай. Өйткені халықтың вакцинаға деген бір кішкене интересі азғантай да. Негативный ой ғой, сол үшін да. Негативный ой. Негатив жақсы көрем. Мысалы, халықтың жанына бататын тақырыптарды алатын болса, қарапайым сәбіздің бағасы, картоптың бағасы десе, уже көп та. Жоқ, сонда, яғни негатив жақсы көре ма? Халық? Халық тоже дейтін әбден шаршаған ғой. Жоқ, жақсы көре ма сонда негатив? Негатив емес, проблема жақсы көреді. Негатив жақсы көре ма? Проблема жақсы көреді. Жақсы көреді, сенде негатив жоқ қой, сен қалай күн көріп жатсың? Сұраққа жауап чисто. Сіз подкастын жүргізушісіз ба, Бекзат па? Подкастта жүргізуші дейтін тема жоқ па? Мен неге негативпен негатив қалай күн көріп жатсың, сенде жоқ қой мысалға да? Иә. Негатив жоқ қой, сенікі позитив клең. Өйткені өзімнің аудиториям бар, мен өз аудиториямен жұмыс жасаймын болды. Мысалға, манағы темаға айтып келсем, контент бізде бір сізге енді қазір бүкіл концепцияны түсіндірмеймін, но бізде 7-8 бағыт бар. Актаун Music дейтін бар. Біздер Ақтаудың жас балаларын, музыканттарын, нелерін өзімізге студияға шақырып, видео түсіріп көрсетеміз. Тегін нәрсе. Кавер емес, өздерінің жеке әндерін. Әндерін просто фото қойып қоясыңдар, жүріп тұрады сонда. Жоқ, полностью видео түсірілеміз. Видео түсіресің. Бізде қазір музыканттардың өздері де уже кішігірім бір ұйым болды, мысалға. Новый адам келсе, жаңа адам келсе, біз солармен жұмыс жасаймыз, мысалға. То же самое, соулс дейтін аударғанда рух. Души дегендей сияқты. Ол рубриканың мақсаты біздің Ақтаудағы, Маңғыстаудағы бір ерекше өмірмен сүріп жатқан адамдар. Мысалға айтайық, ювелир да, мысалға. Шебер, бірақ халық танымайды, мысалға. Өмір қандай дегендей сияқты. Өздерінің өмірлік опыттарымен бөлісу дегендей сияқты, сондайға бағытталған рубрикада. Ол болашақта еще жалпы тек адамдарға емес, благотворительный мысалға ұйымдарда да көрсету барысында сондай видеолар. Өзіміздің режиссерларымыз бар, өзіміздің нелеріміз бар, операторымыз барады, түсіреді, информация жинайды, түсіріп келеді мысалға. Дэнс дейтін бар. Ақтаудың бишілеріне көмектесу бағытында мысалға олармен бірге біз кішігірім шоу қоямыз. Соны видеоға түсіреміз, кішігірім клип сияқты. Сіз жаңа танысып жатсыз, страницамен қараңыз, барлығын көресіз, сол жерде.
Онымен қоса тағы да бізде Talks дейтін бар. TED Talks дейтін не бар ғой, білесіз ғой, да? Площадка. Дәл сол сияқты біздерде белгілі бір ойлармен халықпен бөлісу, мотивация беру дегендей сияқты, да? Жаңа бір Қаншалықты өтімді осы Talks? Talks өтімді ма? Былай айтайын, жалпы өтімді дегенде біз өзіміздің аудиториямызбен жақсы талқылаймыз. Өзіңнің жобаңда. Өзіңнің жобаң ішінде, мысалы сол 7 бағыттың ішінде, сол Talks-тың қай жерде тұр несі? Рейтинг. Рейтингі где-то 4-5 орында. Talks-тың өзі 4-ші тұр. Сөз жақсы көреміз ғой біз. Қазір бірінші орында не тұр? сөзілдірік дейтін рубрика аштық жақында. Сол бірінші орында тұр, иә? Ол бірінші рубрика, біздің бірінші выпуск жақында шықты. Ол рубриканың басты мақсаты біздің қазақта бар қиын сөздер бар ғой, мақалдар, былай бір оқығанда түсініксіз. Мысалға, соларды қарапайым қылып түсіндіріп беру да. Мысалы, сөзілдірікте не, қай сөзді айтты? Бір сөзді айтшы. Сөзілдірікте бірлік туралы мақалдар айтты, мысалға да. Мысалы, топтауыштан тұрғайға тұрымтайда бата алмас деген мысалға бір мақалда. Соны түсінбейді қазір. Мысалға, былай қарасаң, оны мысалға жастар неге түсінбейді? Өйткені қазір жастарда право выбора дейтін нәрсе бар, контент шексіз. Олар дейтін ағылшын тіліне қазір интерес бешін, үлкен ғой мысалға елімізде, да? Ағылшын тілін меңгерген бала қазақтың контентін қарамайды. Өйткені қазақтың, орыс американецтердің контенттері ол түсінеді, оған ол қызық, өйткені подача, качество, барлық заты на высоком уровне. Да, мысалға, то же самое. Мен келіспеймін оған. Сен ана тілін ғой? Мен өзімді айтып жатқан жалпы. Мен соны айтамын. Сен мысалы қолыңда мысалы 10 мың адам бар, болмаса тағы да сені қарайтындар бар. Сен неге оны? Бірақ қойсын. Просто адамның просто мен жыным кетті, қазақтар қазақша білмейді деген кезде мен жоқ, бар ғой ондай адамдар. Бар ғой. Санаулы. Бірақ біз енді солар керек емес екен деп отыра бермейміз. Жасауымыз, басуымыз керек. Көрмей ма? Мә көріңдер, біз мынандай жасадық. Мынау ұнамай ма? Мә онда мынаны талғам дейтін түсінік бар. Талғамды қамтамасыз етпесе, адам қарамайды. Адамның өзінің талғамында уровені бар. Мен бар ғой, осы жерде бір нәрсе айтайыншы. Али Ашим дейтін журналист қыз бар. Жақсы кезінде бірге бастадық. Кейін болашақпен оқып келді. Болашақпен оқып келдің ба? Иә. Қалыпқа сыйғысы келген жоқ. Келгеннен жаңалықтың форматынан шықтық қой, бәріміз өзіңде Бекзат, Алмас, бәріміз сол жақтан шықтық. Жаңалыққа қайтып оралғысы келген жоқ. Таба алмай жүрді, не істеймін. Ютубты ашты, документальный фильмдер жасап бастады. Мүлдем басқа форматта. Біз ойладық қой. Жаңа сіз айтып тұрсыз, қарамайды қазақ тілін. Не қарайды? Жан-жақтан бөлістік. Қазір мысалы, мен Нұрсұлтан жасап жатқан, менің де өзімнің кішігірім 17 болса да менің аудиториям бар Инстаграмда. Қазір мен Нұрсұлтандікі бөлсейші, мә достар қараңыздар, мынандай, мына жігіт молодец, давайте қолдайық, қарайық, осындай бар екен, кішкене де болсын адам барады. Дәл солай бір-бірімізді қолдап, Алмастікі мен алайын, мынан қараңдаршы, мынандай мәселе бар, мынандай көрсетіліпті, Маңғыстауда осы бар, мынаға шетек қана Маңғыстауда десең, мынаның бәрі келеді. Бізге бұл жыра мысал. Мынандай бір нәрсе да. Кезінде, мысалға, Американың киносын көріп үйреніп қалған адам, сондай качествоға үйреніп қалған мысалға адам, біздің, например, андай неге түсірілген нәрсені қарай алмайды. Қазақтың киносын қарай алмайды. Мен онымен қарсын, мен кішкентай кезімде мультик Бетховен көрдім, Том и Джерри көрдім, Ну погоди көрдім. Қазір таңда Маша и Медведьті де қарай аламын. Бізден шыққан Диснейдің фильмдерін адамға неше адамға байлайсыз, ол жерде қарайды-қарамайды. Ол біз ғой, құрттай балдар. Олар бірден качестводан бастап меңгеріп бастайды әлемді. Қазір көріп жатыр. Енді сол үшін айтып отырмын ғой, біз мемлекет соған ақша бөліп, аналармен тайталаса алатындай продукцияны уже шығарып бастауымыз керек, ютубқа қоюымыз керек. Менің ойымша. Асланбек дейтін жаңа Сәлем Соушылдың мультигі бар екен, Асланбек. Түсінбеймін, Асланбек көрем, ютубпен үйге келген. Не зат ол Асланбек деймін. Сөйтсем Сәлем Соушылдың мультигі бар екен. Асланбек па бірдеме дейтін. Көріп жатыр. Бар ғой? Не оператор жігіт. Жақсы ма? Жақсы екен. Мықты. Ана үйретеді кәдімгілей. Көрдіңіздер ма? Берсе бір-біріне шығатын. Біз просто Сәби дейтін бар неде. Бәсекелестік ортаны біз қалыптастыруымыз керек. Ол жерде көрмейді, берсең көреді. Қазір бар ғой, бәрімді губка сияқты жұтып жатыр. Не берсең де жұтып жатыр. Потом жоқ, дұрыс айтасың. Жоқтықтан. Бар нәрсені берсек, ол бар нәрсе болса, ол кезде таңдау болады сенде. Мысалы, мен қазір қазақта жоқ болғаннан кейін кетіп жатыр амалсыз. Қазақта жақсы мультиктің контенті болса,
ананы айырып тастаймын мен құрсын 15 мың айына төлесем де мен қазақтың контентін қосып беретін едім. Қара деп та, сосын бала уже выбор жоқ, басқан қарай алмайды. Қосып бердім да, соны қарайды да отырып. Кішкентай кезінен таңдау құқығынан айырып жатсың. Жоқ. Енді біз 5 жасқа дейін қарандарда біз айтамыз, мен қалай тәрбиелеуіміз керек деп. Қалай тәрбиелеуіміз керек. Біз баланы 5 жасына дейін ешқандай 3 тілділік, 4 тілділік, миллион тілдік қажет жоқ. Фундаментті қалай құясың балаға? Ол ешқашан түбірінен ажырамайды. Біз 5 жасына дейін баланың санасына қазақылықты құйсақ, түбірі кім екенін көрсететін болсақ, онда ол нормально болады. Ал егер 5 жасынан кейін біз оған таңдау құқығын берсек, әрі қарай керегін алады. Біз мысалы дәл сол ауылдан шықтық қой, бәріміз ауылдың тәрбиесін алдық, бірақ одан ешкім ажырап кеткен жоқ. Сол Диснейді де көрдік. Орыс тілде болса да. Қыздар бірінші балалы болыңдар. Бірінші балалы болсын. Сосын бала тәрбиесі туралы айтасыздар. Нұрсұлтан жаңа күшті айтты негізінде. Жоқ, таңдау құқығы емес. Ол 5 жасқа дейінгі бала, туылған баланың таңдау құқығы дейсіздер. Бізде қазір демократия деген нәрсе. Жоқ, демократия дейтін нәрсе бар ғой, біз басқаша түсінеміз да қазір. Таңдау құқығы дофига демократия. Нет, ол 5 жасқа дейінгі бала ойы қалыптаспаған бала меніңше таңдау құқығы туралы білмейді. Қалыптасып қалады десең. Мынандай сұрақ қояйыншы. Тек соны істеу керек екенмін деп қалады. Тағы да қандай контент жасау керек деп ойлайсың? Істеу керек деп ойлайсың? Енді бізге пайдалы, қоғамға пайдалы. Жоқ, мен мысалы қазір балаларға, немесе ересектерге анаған деп айта алмаймын. Өйткені менің жұмысым ақпаратты тарату. Мынандай ғой. Мен әзірлеп жүрген видео контентім просто бар ғой, көпшілікке қызықсыз болуы мүмкін да. Мен ауылдағы шешелерімнің киіз басып жатқанын түсіремін. Мен ауылдағы жеңгелерімнің ши орап жатқанын түсіремін. Контент қой тоже. Мен ауылда бауырларымның киізді тартып жатқанын, қарпып жатқанын, білектеп, қой бағып жүргенін, мен даланы түсіремін, мен аспанды түсіремін, мен Светқалиді түсіремін. Может, сен соның бәрін подачасын дұрыс бермей жатсың, монтажында. Маған ол қызық емес. Монтажын қалай істесе де. Саған главный информация жетсе. Маған информация жетсе емес. Мен өзім соны жинап, мен соны өзім әдемілеп, мен өзім соны ютубқа просто қалдырсам. Маған ақыры біреуге керек болады ғой күнде. Ол мен просто 2-3 жыл бұрын Қара шаңырақ деген фильм түсірдік. Ағаш үйдің кәдімгі жүктің шешілгеннен бастап түндіктің жабылғанына дейінгі процесс түсіріп шықсам, маған кейде мұғалімдер звондайды. Маған өзеннен хабарласады, бейнеден хабарласады. Алмас Алтай Қара шаңырақ деген фильмді көрдік. Біз сабақта пайдаландық. Видео үзінділерін мына жерге қостық. Менің балам содан ғылыми жұмыс қорғады дейді да. Мен көбейе беретінін білемін да. Рахат. Мен оны шынымен негізі киіз ағаш үй туралы не жоқ, видеолар өте аз. Ағаш үйді қалай жасайтын жұмсалы. Ағаш үй, қаяқтағы ағаш үй туралы видео? Қазақстанда, Маңғыстаудан басқа жерде ағаш үй жоқ бекзат. Ағаш үй жоқ, кәдімгі сырмен боялған. Сен мысалы көшпенділерді қара, болмаса кешегі кім еді, мың бала дегендерді қара. Олардың ағаш үйлері просто тек үй жаңағыдай не істеп қойған, бүйтіп қалқайтып қойған. Қытайдан әкелінген өтірік екі нені не істеп жүріп тігіліп қойған палатка ана жерде. Ағаш үй деген, киіз үй деген біздің просто бала кезімізден көріп жатқан нәрсеміз ғой. Ананы киноларды көрген кезде сен қарның ашады да, маған маңызды емес. Маған оның миллион жинауы, маған күміс кнопка, алтын кнопка келу маңызды емес. Маған просто әйтеуір қалса екен деймін да. Жақсы ғой. Ертеңге әйтеуір қалса екен. Жоқ, мана сен өзінің сұрағыңа жауап бердің ғой. Ақша ма, контент па ғой? YouTube құлақ болмаса, жоғалып кетпесе, сол әйтеуір тұрады ғой деген менікі Таспада ойда. бар ма өзінде жазылып? Бар ғой, бәрі жатыр ғой. Әсел, сен қандай контенттер істеп жатсың, әзірлеп жатсыңдар? Енді менің жұмысым қазіргі таңда именно осы видео саласына қарай кішкене айтсаң. Соның ішінде біз апталық шоу. Жоқ, апталық шоу. Енді апталық шоудың өзіміз көрсетуіміз керек қой, басқаша. Вот соның өзі контент. Енді 3 проект қазіргі таңда жасап отырмыз. 4-шісін осы подкаст ретінде бұйырса ертең тұсауын кесейін деп отырмыз. Айтарым бар деген. Әр адам келіп өзінің ойын айту керек. Видео брифингтен бөлек нәрсе айтайын. Видео контент жасап отырмыз Фейсбукте. Жастарды тарту мақсатында жаңа айтты Нұрсұлтан, сіздер шал кемпірлер отырады Фейсбукта деп. Енді солар отырмай жастарды бері қарай тарту үшін біздің идеологияны, біздің жасап жатқан жұмысымызды жастарға көрсету мақсатында біз басқаша бір формат ойлап таптық. Қазіргі таңда Маңғыстау облысының қоғамдық коммуникация орталығында 4 жоба деп ауыз толтырып айта аламыз. Біреуі тәуелсіздік құрдастар Маңғыстаудан. Өздеріңіз білесіздер, биыл еліміздің тәуелсіздік алғаны 30 жыл. 30 жылда
дүниеге келген 30 жыл бұрын дүниеге келген жастардың не істеп жүр, қайда жүр, 91 жылы туылған тәуелсіздік құрдастарын шығарып жатырмыз. Бекзат, сені шақырамын. Хабарлас. Кел. Ол бір. Екіншісі Маңғыстау аптасы деген бар. Бұл жерде ресми ақпараттарды біз көрсетеміз, апта бойына шыққан жаңалықтарды. Ол бір. Екінші Made in Маңғыстау. Маңғыстауда жасалған тоже тәуелсіздікпен байланыстырып отырмыз. Маңғыстауда не өнімдер шықты. Бұл жерде енді құс фабрикасы алған жердегі соны шығару керек. Соны шығарып отырмыз. Басқаша подходпен ведущий болмайды, мынандай емес. Түсірдіңіздер ғой бұларды, түсіріп шықты. Кері байланыс бар ма? Мысалы, мана Алмас айтты ғой. Алмас, рахмет, менің балам неге пайдаланып жатыр? Жоқ, біз енді шығарамыз ғой. Әлі шыққан жоқ, айтарым бар, енді шығады. Жоқ, айтарымнан басқалары бар ғой. Енді айтып отырмын, Махаббат, маған Made in Маңғыстау маған ұнайды ұнайды деп. Қазір бізге кәсіпкерлер шығады, бізде шыққымыз келді. Ұзақ емес, 15 минут баяғы телевидение форматымен 20 минут, жарты сағаттық емес, 3-4 минут. Қысқа нұсқа. Не істеді, қалай істеді, қалай істеп отыр, қалай жетістікке жету керек. Контент жалпы бір қажет болу керек қой адамға. Иә. Контент қажет болу керек. Және контент ол нені істеген жақсы. Ақпараттық айдындағы, ақпараттық өмірдегі дәл сол ыстық нүктелерді тап басқаны жақсы. Бірақ одан бөлек контенттің өміршең болғаны дұрыс та. Контент бір жылдық болмау керек. Контент не то что бір күндік, бір жылдық болмау керек. Контент құрғанда бір 5-6 жылға алдағы азық болатындай, қашан көрсең де ескірмейтіндей нәрселерді жасауға тырысуымыз керек та. Себебі мына күнде әлбетте тек қана сонымен жүре берсең өзің обалыңа қаласың. Бірақ сондай нәрселерді ойлау керек. Сондықтан сондай нәрселерді мен істеуге талаптанып барам да жігіттерге. Мен ойымша 1000 жылдық контент мысалға да мың адамның күшімен жасалу керек деп ойлаймын да. 1000 действительно кәдімгідей сол іске берілген, сол істен ләззат алатын, сапалы. Сол Қандай фильмдер сияқты былай қарағанда әлі күнге көретін. Дұрыс. Сондай контент керек та бізге, сондай контент керек. Жаңа сіз айтып отырған, мен Нұрсұлтан дұрыс жерін дұрыс деп айту керек қой. Қосылам. Бірақ біздікілер қазір артық қыламыз деп кейде тыртық қылып жіберіп жатыр да. Мен тарих, шежіре, генология, ономастика, биография. Сондай нәрселер туралы мен басталып кеттім ғой, мен жасай беремін енді оны. Себебі біз деп аузымызды ашып жүрген кезде біз ештеңе істей алмай қалдық. Потому что біздің өте жақсы білетін кісілеріміздің бәрі өмірден көшіп жатыр. Жалғыз ғана Сейітқали қалды, қазір осы өлкенің тарихын жақсы біледі дейтін Отынышы отыр мысалға да, Алқажан отыр да мысалға. Олар кетіп қалса ертең не сұрайсың, сұрайтын. Иә, мысалы неше түрлі сондай қадау кісілер қалды. Ауылда мысалы ақсақалдардың барып мен әңгімесі тыңдағым келеді. Ақсақалда қалған жоқ негізі ауылда. Бірақ енді хотя кеудесінде жылты бар, жаңағыдай аузында бір ләм әдемі кісілерді барып мен жазып ала бергім келеді, тыңдай бергім келеді, соларды қалдырып бүгін тыңдалмай қойсын. Ертең әйтеуір анық керек боларына сенемін да. Кейде басқа бір нәрсе түсіруге барып ауылға барып болды. Бұрын мен алтын кәсіпке барам. Ауыл түсіруге барам да, сол жерде қарияны кездестіріп қаласың. Ана қарияның өзі жатқан тарихта. Сол қарияны түсіргім келіп кетеді, бәрін қоя салып. Дәл. Бір күні келермін деп қаласың ғой, сол. Негізі бірақ подкасттың ертең нәтижесінде енді танысып жатыр. Может, бір нелер шығып қалар деген сияқты. Бүгін жақсы тақырыптан басталды. Медиа деп бастап Маңғыстаудың медиасына келдік. Сегментировать, фильтровать это. Барлығымыздың, түсінген бойынша барлығымыздың бағытымыз, мақсатымыз бар. Мақсат бар, тек осы бұйырса жалғасын тауып, тағы да бір талқылап, тағы да бір жақсы тақырыптар бұл басы әлі. Қуырдақтың көкесі түйе сойғанда деген сияқты бұйырса жақсы әңгімелер әлде де жалғасады деп есептеймін. Жақсы сапалы әңгіме айтатын адамдар шақыр енді.